Жақсы, енді балалар. Қандай сөздер берілген сіздерге? Татулық, бейбітшілік және достық. Ендеше өзіңіздер байқап тұрған боларсыздар. Үш түрлі сөз шықты. Бірінші топқа татулық бара қойыңыздар, екінші топқа достық бара қойыңыздар, үшінші топқа бейбітшілік бара қойыңыздар. Балалар, осы бейнебаянда не байқадыңыздар? Қазақстандағы бірлігі, ұлттардың достығы. Әдетте біздер ұлттардың достығын қай уақытта мерекелейміз? 1 мамыр күні бұл Қазақстан халықтарының бірлігі мен достығы, ынтымақтастығы күні болып есептеледі екен. Ендеше бүгін сіздер жаңа топқа бөлінген мезгілде де достық, татулық, бейбітшілік деп таңдасыңдар. Енді мінекей алдарыңыздағы бейне ролик арқылы, бейнебаян арқылы сіздер бүгінгі тақырыпты жобалап, болжап отырсыздар. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз үлкен тараудың бір бөлімі бұл ұлттар достығының ұйқысы деп аталады екен. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу, проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау, яғни топта, жұпта жұмыс жасаймыз және АТН бойынша еліктеу сөздердің қызметін атқару. Яғни біздің бүгінгі сабақтағы оқу мақсатымыз осы. Оқылы мәтінмен танысайық. Әрбір топ өзінің оқулықтағы оқулық мәтінмен танысып шығамыз. Қазір осы мәтін бойынша сіздерге сұрақтар беріледі. Жақсы, сонымен оқылы мәтінін әрқайсыңыз оқып шықтыңыздар. Енді сіздерге қазір жұпта талқылауға, осы мәтінді, оқыған мәтінді автордың көзқарасымен көтерілген мәселені талқылау үшін 1 минут уақыт береді. Топта талқылай қойыңыздар. Жақсы. Топта өздеріңіздің пікірімізді білдік, солай ма? Оқылы мәтіні бойынша ойымызды талқыладық. Енді сіздерге мынадай сұрақ бергім келіп тұр. Жалпы осы мәтіннің мазмұнында қандай сөз кездесіп отыр бізге? Ұйытқы деген сөз кездесіп отыр, иә? Ұйытқы деген сөздің мағынасын қалай түсінеміз? Кім айтқысы келіп отыр? Назира? Ұйытқы деген сөздің мағынасы бірлік, татулық, ынтымақ деп түсінесің. Тағы қосымша түсіндіргісі келіп отыр. Ұйытқы деген сөз ол ауызбіршілік, достық, ынтымақшылдық, татулық. Жақсы. Енді бұл ұйытқы деген сөзді біз күнделікті өмірде қолданамыз ба? Иә. Қай кезде қолданамыз? Не үшін қолданамыз ол сөзді? Достарымызбен араласқан уақытта. Сол кезде қолданамыз. Ұйытқы деген сөзді естігенің бар ма? Күнделікті тұрмыстық өмір. Айранды ұйытқан мезгілде не істейміз? Айранды ұйыту үшін. Ұйытқы саламыз сүтке, иә? Піскен сүтке ұйытқы саламыз. Сол кезде айран ұйыйды. Енді осыдан шығаруға түйінді. Жалпы ұйытқы деген сол бірлікті, достықты, татулықты жаңағы айрандай бірлікте ұйытып ұстау үшін бір негіз болу керек. Солай ма? Бір соған жағдай жасалу керек. Соған түрткі болу керек деген мағынаны білдіреді екен. Жақсы. Енді осы мәтіннің ішінде Абайдың ұлы сөзі келіп тұр. Қандай сөз? Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп дейді. Ал бұл сөзді қалай түсінесіздер, балалар? Қандай адам, қандай ұлт болса да, қазақтан бері ешбір ұлтта дінге, нәсілге қарап бөлмеген. Қиын кездерде оның қанатын астына алып, керісінше оларға қолдау көрсеткен. Өте жақсы, өте дұрыс. Тағы қандай пікір білдіргісі келіп отыр? Жалпы бауырмашылдық деген сөздің мағынасын түсіну керек, өшеді ашу керек. Мысалы, сіздер бауыр деп кімді айтасыңдар? Бір отбасында өскен, бір үйдің балалары, бір-біріне кім боласыңдар? Бауыр боласыңдар. Міне бауырым деп. Ал сен ол тек қана өзіңнің отбасындағы мүшелерді ғана, өзіңнің бірге туған ағайындарыңды ғана бауырым демей, бүкіл адамзаттың бәрін сүй бауырым дейді. Абай айтып, олдан қандай мағына шығады? Қожа айта ғой. Қандай адам болса да, аңсыз болса да, оны
өз бауырыңдай көріп, татулы болу керек. Иә, ешкімді кемсітпей, оны дініне, нәсіліне, ұлтына қарамай, ол адамды қабылдау керек. Қолдан берген көрген көмегіңді беру керек. Жақсы отырамын. Енді балалар бізді жаңа біз оқылым мәтінмен таныстық қой, солай ма? Ендеше қазір біздер тыңдалым мәтіні болады бізде. Тыңдалым мәтіні бұл естеріңе салып кетейін балалар, өздерің де білесіңдер. Біздер Астанада осы үлкен бір ғимарат бар. Осы бейбітшілік, тұрақтылық, татулық деген мағынаны білдіретін. Нені айтуға болады Астанадағы үлкен ғимараттың? Келісім сарайы бар, иә? Осы жөнінде қазір біздер тыңдалым мәтінін тыңдайық, содан кейін сіздерге тапсырма беремін. Бұл залда Қазақстан Халқы Ассамблеясының отырыстары жиі өтеді. Бейбітшілік және келісім сарайы түрлі ұлттар мен ұлыстар өкілдерінің жиі шоғырланатын жері. Сарай құрылысы белгілі ағылшын архитекторы Норма Фостердің идеясымен жүзеге асты. Пирамида құрылысына 2000 жұмысшы тартылып, барлығы 13 ай уақыт кеткен болатын. Енді сіздерге мынандай тапсырма. Қазір инсерт әдісі бойынша оқылым мәтінінен, тыңдалым мәтінінен алынған ақпарат бойынша осы инсерт әдісі отырасыздар. Әрбір топтан қазір жазып болғаннан кейін ортақ шешімге келесіңдер де екі-екіден әрбір топтан екі-екіден маған оқып таныстырасыздар. Егер аяқтасақ, салымдарымызды қоямыз. Бір-біріміздің жауап пікірлерімізді тыңдаймыз. Қазақстанда 100-ден астам ұлт өкілдері мекендейді. Соған орай ұлттар достығының құрметіне бейбітшілік пен келісім сарайы құрылды. Жақсы. Жаңа ақпарат. Әрдайым тамашалауға 300 мыңнан астам турист келеді екен. 2006 жылы Норма Фостер ашқан. Менің ойлағаныма қайшы. Қазақстанда көптеген ұлт өкілдері тұратынына және ауызбіршілікте болатынына сене бермейді. Білгім келеді. Тағы да қазақ халқымен дос басқа ұлттар туралы мәліметтер. Өте жақсы. Бірінші топтың жауабына қошемет білдіреміз. Екінші топ бейбітшілік тобы. Сіздердің пікірлеріңізді тыңдайық. Бұрыннан білемін, пирамидада әртүрлі ел жиналады, және бұнда көп адамдар жиналады. Жаңа ақпарат. Пирамидада 130-дан астам күркеші бейнеленген. Оның мағынасы 130-дан астам ұлт өкілдерін сипаттайды. Менің ойыма қайшы еш нәрсе жоқ. Болашақта опера залында қандай көрініс болатыны және туристердің саны қаншаға жететіні білгілерің келеді, солай ма? Бұл сіздердің ортақ шешімдеріңізде. Өте жақсы қошемет білдіреміз. Сіздердің жауаптарыңыз, пікірлеріңіз. Бұрыннан білгім келеді. Бұл ғимарат пирамида түрінде берілген, және әртүрлі ұлттар өтеді. Жақсы, келесі жаңа ақпарат. Жаңа ақпарат. Бұл жерде 130 көгершін берілген, және салған ағылшын адамы. Бұл ғимаратта қазақ адамды салды деп ойладым. Экскурсияны қатысып көргім келеді. Жақсы отырағы. Қошемет білдіреміз. Бұл оқулықтағы 5-ші тапсырма. Тағы да топпен жұмыс жасаймыз. Қазақстан сөзінің әр әрпінен басталатын патриоттық сезімге әсер ететін сөйлемдер жазыңдар дейді. Қазақстан. Қазақ халқы қай заманда да елдікте де ел берекесін де тұрақты сақтайды. Ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бері аңсаған елі. Заманмен таласып, өркендеп келетін қуатты отаным. Айтулы даңқы шыққан қазақ елі. Қазақстан қайратты, қуатты, қымбатты, ғажап ел. Сын сағаттарда қиындыққа мойымай аңсаған арман тәуелсіздікке жете білді. Тілі абзал сөздерге бай ел. Алаштың қайсар ұрпағымыз. Нұрсұлтан Әбішұлындай патшасы бар тәуелсіз Қазақстан.
Қ. Қазақстан қайратты, қуатты, ғажап ел. Жақсы. Қошемет білдіреміз. А. Алтын бесік отаным. З. Заманмен өткен қазағым. А. Алты алашқа аян мекенім. Қ. Қайраты қайсар қадірлі қазағым. С. Самғаған сүйікті отаным. Т. Туын желбіреткен тәуелсіз қазағым. А. Асқақтаған туған жерім. Н. Нұрын шашқан Қазақстан. Өте жақсы. Атымнан асын алған түрлі ұлысты, азулардан сүнбей өткен қазағым, заңғар биікті бағындыра бер қазағым, абыройы әрқашан биікте болған қазағым, қайрылмаған қиындықтан ешқашан, сонау жылдары қиындықты жеңе білген қазағым, түрлі ұлыстың ұйтқысы бола білген қазағым, айбынды азат қазағым, нұры менен жанарынан шаттық сыйлай білген қазағым. Өте жақсы. Ендеше осы тапсырма бойынша әрбір топ бірімізді бағалап тастайық, иә? Сіздер үшінші топқа баға бересіздер. Ойларын анық білдіре алды, патриоттық сезімге келеді екен. Бірақ жаңа бұдан кейін қырын айтып кеткен сізбен сол сөйлемді құрылысын нақтылау керек, иә? Құрылысын сақтау керек. Бұл сіздің топтың берген ұсынысы деп қабылдайды. Ұсынысты қабылдаймыз ба? Жақсы, өте жақсы отыра ғой. Топқа екі жұлдызы оларда барлығы өте керемет, өз ойларын нақты білдіре алды, патриоттық сезімдерін оятқан екен. Ұсыныстарым жоқ. Ұсыныс бермеген дейсің, иә? Жақсы, кезек. Үшінші топта жақсы жұмыс істеген, идеялары жақсы. Сөздерді нағыз патриоттық. Патриоттық сезімге әсер ететін өлеңдерінің ұйқасын сақтаған, менше байқап тұрсыңдар ма? Әрбір жолдағы сөйлемдер бір өлең ұйқасыменен келіп тұр, солай ма? Оны сіздер де байқаған екенсіздер. Ұсыныс бар ма? Ұсынысқа айтарлықтай ештеңе жоқ. Ұсыныс барлығы жақсы дейсіздер, қабылдайсыздар ма? Жақсы, өте жақсы. 6-шы тапсырмада дербес пікір жазу тәсілі бойынша жұмыс жасаймыз, бұрын біз орындап жүрміз. Бұл дербес пікір жазу тәсіліне мынадай тақырып беріліп тұр: достықтың отаны Қазақстан. 6 сөйлемнен тұрады. Бірінші сөйлем өзіндік ой, пікір, идея бір сөйлемнен тұру керек. Екінші дәлел 2 сөйлемнен тұру керек. Үшінші өз пікірді айғақтайтын мысал 2 сөйлемнен тұру керек. Төртінші өз пікіріне қарсы дәлел 1 сөйлемнен, және қарсы дәлелді жоққа шығаратын бір мысал бұл 1 сөйлемнен, және соңғы 6-шы қорытынды 2 сөйлеммен аяқтайсыздар. Достық тобы. Сіздермен бастайық. Қалған 2 топ достық тобының жауабын тыңдаймыз. Бірінші, ұлттар достығының кепілдегені Қазақстан. Екінші, Қазақстан көпұлтты мемлекет, ұлт өкілдері бір-бірімен тату. Үшінші, мысалы Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады, және де олар бірігіп бірлестікте өмір сүреді. Төртінші, көбінің альпинисі ана тілімен жоғалуда. 5. Қазақ тілін қазір көп ұлт өкілдері жетіп білуде немесе меңгеруде. 6. Тәуелсіз Қазақстан өркендеп жайнай бер, татулық пен тыныштық болсын. Жақсы, жақсы. Отыра ғой. Көкейіңіз. Екінші бейбітшілік тобы сіздердің пікірлеріңіздер. Түсінікті болу үшін қожа, бірінші өзіндік пікір деп айтып жіберсеңдер өте жақсы болар еді. Бірінші өзіндік пікір, идея. Қазақстанда барлық ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүре алады. Екінші дәлел. Себебі Қазақстанда қазірдің өзінде де көптеген ұлт өкілдері тұрады, және олар Қазақстан азаматтығын алған жергілікті ұлт өкілдері сияқты тату-тәтті. Үшінші, өз пікірімді айғақтайтын мысал. Қазақстан халқының бір бөлігін өзге ұлт өкілдері құрайды. Оларға мысал өзбек, татар, қырғыз, орыс, тіпті моңғолдар да кіреді. Төртінші, өз пікіріне қарсы дәлел. Алайда бұл қазақ халқының аз бөлігін құрайды. Бесінші, қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал. Алайда бұл аз бөлігін құрағанмен Қазақстан көп ұлтты елдер қатарында. Қорытынды. Біз қазақ яғни қонақжай тату халықпыз. Соны заманнан бері жер аударылған немесе біздің елге басқа да ұлт өкілдері келген ұлт өкілдерін туристай көріп, қамқорлықтан атып келеміз. Ұлттар достығының ұйытқысы біздің басты мақсатымыз болып табылады. Қазақстан достықтың татулық
Екінші дәлел. Қазақстанда 20-ден астам ұлт өкілдері тұрады. Олар өте бақытты, себебі қазақ оларды қиын қыстау кезеңінде тастамаған. Өз пікірімді айғақтайтын мысалы, қазақ елі орыстар, қырғыздар, өзбектер, тағы да басқа ұлт өкілдерімен өздерінің ұлтаралық ынтымағы жарасатын мемлекет болды. Қазақ елі өздерінің достығын бірінші ұстайды. Өз пікіріне қарсы дәлел. Қазақстанда тұратын өкілдерді басқа ұлттар бейбітшіл екенін біле білмейді. Бесінші, қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал. Қазақстан басқа ұлт өкілдерімен бейбітшілік кезінде болуы. Қорытынды. Қазақ елі әрдайым қонақжай және достыққа берік халық. Сондықтан да олар әртүрлі ұлт өкілдеріне дінге және достыққа деген қысымшылық жасамаған. Өте жақсы. Жақсы балалар. Сонымен біздер бүгінгі сабақта берілген, тақырыпта берілген оқу мақсаты бойынша жұмыс жасады. Өте жақсы. Өзіміздің ойымызды жинақтап, әдеттегідей тазалық деген мына тақырып бойынша алған керекті ақпаратты чемоданға саламыз қазір. Сабақтағы керек емес болған артық дүниені қоқыс жәшігіне саламыз. Бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толықтыруым керек дегендер болса, ертартқышқа саламыз. Рефлексияларыңызды түсіріңіздер, содан кейін тақтадағы 3 заттың біріне саламыз. Сонымен біздер басым көпшілігіміз сыныптағы тақырып бойынша алған керекті ақпаратты мол алған екенсіздер, оны сіздер чемоданға орналастырыңыздар. Қазір қоңырау кестінде бір-біріңіздің ақпараттарыңызды оқуларыңызға әбден болады. Одан кейін бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толықтыруым керек деген бізде 2 оқушымыз бар екен. Оны да қазір сабақтың уақытында, қоңырау уақытында оқып шығамыз. Енді біздер әрі сабағымызды аяқтаймыз. Бүгінгі сабақ бойынша үй тапсырмасы беріледі. Ол оқулықтағы сіздерде 6-шы тапсырма. Яғни мақал мәтелдерді, фразеологизмдерді қолдана отырып не жазып беру керек деген.